Баршаңызға сәлем, сіздермен Динара. Бүгін сіздермен бірге өте дәмді, жұп-жұқа болып шығатын құймақтың рецептісімен бөлісемін. Құймаққа керекті затымыз бізде ұн, 2 стакан сүт, кипяток, қант, жұмыртқа, растительный май және де тұз керек болады. Жұмыртқамыз бен қантымызды жақсылап араластырамыз. Оның үстіне жарты шай қасық тұзымызды саламыз. Жақсылап араластырамыз. Екі стакан сүтімізді құямыз. Барлығын жақсылап араластырамыз. Ұнымызды саламыз. Достар, ұнымызды обязательно ситодан өткізіңіздер. Сол кезде құймақтарыңыз воздушный болып шығады. Жақсылап араластырамыз барлық жерін. Ұнның түйіршіктері болмау керек. Барлығын жақсылап араластырамыз. Кипятогымызды құямыз. Растительный майымызды құямыз. Барлығын араластырамыз жақсылап. Міне бізде осындай құймақ тестасы шықты. Осындай сұйық болады. Ал ендігі кезекте табамызды қыздырып, құймақтарымызды барлығын екі жағынан қызартып пісіріп алатын боламыз. Мінекей достар, осымен біздің құймақтарымыз дайын. Сіздерге ұнайды деген ойдамын. Міндетті түрде жасап көріңіздер. Келесі кездескенше сау болыңыздар.